өз бойыңды айтып жіберіп жатсың деген сияқты. Жоқ, енді просто арамызда да бар ғой қыздар, прям бойға қадалып қалғанша. Бұл жерде если қыз ұнайтын болса, мен, может, до конца таласып көретін бедімші, бірақ мен талғамымда емес, бірақ негіз қыз өте әдемі. Болды, сол естейін деген ғой нақты жауабын. Әлде ұнатып қалды ма деген сияқты. Үйде салт дәстүр сіздерде ұстана ма? Орамал тағу деген сияқты. Орамал тағуға өзім өте жақсы қараймын. Орамал тағу, сәлем салу деген нәрселер өзіме қызық көрінеді, өзіме ұнайды. Өйткені өзім анамнан көріп өстім, өзім анам ата-енемізбен тұрады. Мамадан көрдім, келіндік қызмет дегенде сол үшін ол нәрселердің бәріне өте жақсы қараймын. Біз сіздің ағайындарыңызды сұрамапсыз ғой. Үйде 6 ағайындымыз. 6 ағайынды. Әпкем бар, ол тұрмыста. Одан кейін қалғандары менен кішкентай. Ақерке, жаңа енді мен сізге сұрақ қойдым ғой, хоббиларыңыз туралы, өзіңіздің қызығушылықтарыңыз туралы айтқан болатынмын. Өзіңіздің жаңа қызығатын нәрселеріңізді айттыңыз. Жалпы ас үйге қалайсыз? Ас үйге өте жақынмын десем болады. Тамақ жасау, әсіресе тәттілер, торт пісіру сияқты өте қатты. Любой тамақ істейсіз, в общем. Лагманнан басқа бәрін істеймін. Лагманға қалайсыз? Негізі лагманды қатты жақсы көремін. Енді бізде батыс жақта көп негізі лагман жоқ. Сол себептен лагман жасай білгеніңіз жақсы. Енді үйренесіз деген ойдамын, бәрі жақсы болып кетіп жатса. Сізге ұнап жатса екен болады шығармыз. Ақерке, қош келдіңіз. Жалпы болашақта барлығы жақсы күшті болып жатса, батысқа барып тұруға қалай қарайсыз? Егер де олды жақсы көріп тұрсам, маңызды емес тұратын жеріміз. Қош келдіңіз Ақерке, енді мына жерде Алматы негізі Диана ханым бәріміз білеміз ғой, өтірік айтқан кезде кішкене түрі бұзылып, түрі өзгеріп кетеді, басқа нәрсеге бір келісіп алған сияқты да. Случайно Ақерке, сіздер клубта танысқан жоқсыздар ма? Мен клубқа бармаймын. Клубтан шықпайды да. Мен клубқа бармаймын. Жоқ, мен клубқа бармаймын. Бір сенімсіз боптарда, как будто сізді келісіп алған сияқтысыздар да, сізді біледі да, просто ойнатып жатқан сияқты мне кажется. Жоқ, мен сенімді айта аламын, Алматы осы күнге дейін шын өмірде көрген емеспін, және де мен клубтарға бармаймын. Бармайсыз. Алматы, может, басқа қызды ойлап қалған шығар, Диана ханым. Түрі сразу бұзылып кетті да, сіз сұрақ қойған кезде ше. Арина, өтірік айтасың деп жатсың, әркім өз ойынан хабар береді. Сен өтірік айтатын болсаң, солай өтірікші болып отыра бер. Хорошо, мен өтірік айтпаймын. Сен айтатын нәрсеңді баяғыда айту керексің да, именно бүгін емес. Сосын андай ғой, алар жағың кетсе де, айтар жағың кетпесін. Сен именно Арина, именно сен сол Айзаның айтқан сол сөзін сен сол кезде айтпасаң, Арина болмай кетесің, еркекше айтайын. Оны бүгін келіп айтып жатсың. Сондықтан сен біреудің темасына ондай әңгіме айтпа. Және де клубқа барасың, клубтан шықпайды деп жатсың. Клубқа мен баяғыда ғана барғам, содан кейін бармағанмын. Хорошо, есіңде болсын. Алдында ғана барып келдің ғой, сен маған қадалып. Сен менің қасымда жүрдің бе? Болды, қыздар, жігіттер, дөрекілікке жол жоқ. Арина, Алматы. Жоқ, енді адам жақсы жағына қарай өзгеріп жатса, наоборот, қолдап жүрейік, достар. Наоборот, көтеріп жүрейік інімізді, дұрыс па? Ой, сіз ініңізбен татуласқан сияқтысыз ғой. Ініммен татуластым ғой, Диана ханым. Бәсе. Кеше інімге өзі кешірім сұрады да мен. Құдай-ай, не деген күшті. Ағаты кеткен кешір ағатай дегенсіз, кешірдім енді. Кешіріміңізді бердіңіз. Бердім кешірімді, енді ренжімеймін. Енді ренжітпеңіз ағатайыңызды. Кішігірім еркелікпен енді. Айбат негізі өте керемет жігіт қой, бір салмақпен қарайды да, кез келген сөзің түсінеді, кез келген сөзді, ойын күлкіні көтеретін жігіт. Сол себептен енді ойнаймын деп кішкене артық қылам деп тыртық қылып алған жерлерім болды. Сол үшін өзінен кешірім сұраған болатынмын. Ол да жақсы көзқараспен қарады. Красавчик, братан. Нұрдәулет? Диана ханым жаңа кімге Арина пікіріне бір Алматы ашуланып кетті ма, рөлеп кетті ма? Сен өзіңді қорға, бауырым, бірақ та қыздың несіне ограждениесіне өтпесейсің сен. Өтіп бір тиіспей етіп жатсың да, қызғаша. Өзіңді қорғай, все болды, отыра бер. Жоқ, я Диана ханым, мен де агрессиясын түсінбей қалдым. Бағанадан бері маған тиісіп жатыр да. Агрессиямен жауап береді. Просто мен сұрақ қойдым, менде агрессия жоқ саған. Сұрақ қойдым, сұраққа жауап қылып алсам. Сен сұрақ қойдың ба, пікір айттың ба, түсінбей қалдым да мен просто. Бағанадан бері тиіскеннің өзінің себебі бар. Осы жерде болған ситуацияға байланысты ғана тиістім мен саған. Сенің ара қатынасың болғасын айттым. Ал мен саған кез келген көшеде кетіп бара жатсаң, мен саған барып тиіспеймін ғой, дұрыс па? Сен өзің сол ситуацияда болдың, манағы ортаға шыққан адамдардың ситуациясында. Сол себептен айттым мен саған. Диана ханым, енді қызғанбайтын болдық, енді Алматының үміткері бар, әп-әдемі. Жалпы Алматы, сен осы Алматыда тұрасың ба, ауылды жерде тұрасың ба? Болашақта ма? Қазірде болашақта. Қазіргісі неге сұрадыңыз? Болашақта же. Болашақта негізінде, если бұйырып жатса, осы Алматы қаласында қалу ойда бар, ата-анамды алып келіп. Ал если енді болмай жатса, сол өзім туған жерім Орал қаласында тұрамын. Бізде Сұрамаса да